Бәріне сәлем, сендермен бірге Монстер. Және де біз бүгін осы авнодан кейін қандай инкубатор болады десеңдер, осы жайлы айтатын боламыз. Сендерге оның суретін көрсететін боламын. Міне, алдарына шықты. Жақсылап қарайтын болсақ, бұл ешқандай оружиеға ұқсамайды, бірақ та бұл М40, шынымен де М40. Дұрыстап қарайтын болсақ, М40-қа өте ұқсайды, бірақ та бұл механическийден қарағанда өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені алдыңғы шыққан Скар Титан, ол Скар Купидоннан қарағанда мықтырақ болып шыққан еді. Яғни дальность плюс минус магазин болып шыққан. Енді осы М40-тан механическийден қарағанда жақсы болады деген ойдамын. Енді өздерің көретін боласыңдар. Авно осы 1-2 аптаның ішінде шығып қалады. Өздерің көріңдер. Одан кейін оны мен қоса мен ютуберлерден байқап қалдым. Олар көрсетті суретін, қандай еді? М40 пен бірге бір бас киім тұрды, яғни М40 пен қоса берілетін бас киім ба бір бәле. Мен оның түрін көрсете алмаймын, өйткені мен оның суретін таппадым. Ол үшін кешіріңіздер. Енді алдағы болатын халявалар туралы басқа білмеймін. Енді инкубатор бәріне маңызды болады деген ойдамын. Енді сондықтан да осы видеоны сендерге шығарып отырмын, достар. Ал енді бұл видео не десеңдер, бұл читердің почти читер стенаның арасынан бүйтіп өтіп кетеді. Қараңдар, өтіп кетті, бұлай өтіп кетті. Сондай видео қарап отырыңдар. Түсінген оларсыңдар. Қарап отырып, читер не читер емес екенін жазып кетіңдер комментарияға. Ал енді сендермен болған мен Мұхаммед Али. Давайте.